Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге қазақтың ұлттық тағамы сырни деп аталатын тағамды сіздермен бірге дайындаймыз. Дәмі өте керемет, дастарханның сәнін келтіреді. Ең алдымен қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Етіміз жақсылап қуырылып болған соң, пияз бен помидор салып, араластырып, астын басып бұқтырып қоямыз. Бұқтырылған етімізге сәбіз саламыз. Және де дәміне қарай тұз бен бұрыш қосамыз. Етке лавровый лист қосып жіберсеңіздер де болады. Ерекше дәм береді және еттің жұмсаруына көмектеседі. Кішкене томат қосып жібереміз, цветін келтіру үшін. Дайын болған етіміздің үстіне картошкасын саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және үстіне жарты кесе су құйып, астын басып, жарты сағатқа бұқтырып қоямыз. Енді қамырымызға кірісеміз. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жаймаларыңызды кесіп аласыздар, және де арасына фарш салып, гүл формаға келтіріп аламыз. Дайын болған гүл орамаларымызды мантағыркеге салып, 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей етіміз, орамамыз барлығы дайын болды. Ыдысымызға бір келкі етіп салып, бетіне гүл орамаларымызды қоямыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.